Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге ең дәмді, тез оңай дайындалатын, қыста сүйсініп жей салатын лечоның рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бізге лечоны дайындау үшін 3 кг помидор, 2 кг болгар бұрышы, жарты кг пияз бен сәбіз қажет болады. Барлық көкөністерді алдын ала жуып, тазалап, сыртқы қабығын ашып дайындап аламыз. Описаниеге қарай өтсеңіздер, толық рецепт жазулы болады. Міндетті түрде сақтап алып, жасап көріңіздер. Қыс мезгілінде аязды күні жанұяңызбен бірге дастархан басында дәм тататын боласыздар. Алдымен барлық қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Үлкен кастрөлге құйып, газға қоямыз. Бір қайнағанша пияз бен сәбізді дайындап қоюымыз қажет. Бір қайнағаннан кейін қант, тұз, күнбағыс майын қосамыз. Күнбағыс майын қосып жатқан жерім видеоға түспей қалған, сіздер міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Сәбіздің барлығын үткіштің ең ірі жағынан өткізіп аламыз, ал пиязды видеодағыдай турап шықсаңыздар болады. Қайнап жатқан томатқа үткіштен өткізіп алған сәбіздерді қосамыз, араластырып туралған пиязды да саламыз. Барлығын жақсылап бір араластырып 15 минут қайнатамыз, яғни барлығы бұқтырылып қайнауы қажет. Сол уақыт аралығында кастрөлге сарымсақ, лавровый лист, 2 шай қасық уксус салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, ары қарай бұқтыратын боламыз. Көкөністеріміз бір қайнағанша болгар бұрышын дайындап қояйық. Болгар бұрышын шамамен жарты сантиметрден турап аласыздар. Қыздар пішінін, формасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша турап алсаңыздар да болады. Тек осы рецепт бойынша көкөністердің мөлшерін сақтасаңыз болғаны, сонда сізде ең керемет, дәмді, тойымды лечо салаты шығатын болады. Жасап көріңіздер, рецепттің шынайы екеніне көз жеткізіңіздер. 15 минут өтті, бізде көкөністер бұқтырылып жатыр. Дайындап турап алған болгар бұрышын саламыз. Менде сол сәт видеоға түспей қалған. Болгар бұрышын салғаннан кейін тағы да 15 минут бұқтырып қайнататын боламыз. Банкаларымызды осылай буға тазалап, стерильный қылып аламыз. Дайын болған лечо салатымызды ыстықтай банкалардың барлығына құйып шығамыз. Қақпағын жауып, банкаларды кері аударып, толық суығанша жылы жерге бетін жауып қоямыз. Сүйікті көрермен, мен ұсынған осындай лечо салатының рецептісі ұнады деген ойдамын. Лүпіл басып, алғыс білдіріп кетіңіздер. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.